Кәделенші. Мені мысалы бұрындағы кезде қолмен іліп алады дағы пышақпен кесіп еді ғой. Ал мен мынадай күшік қазір енді заманауи өскен күшік. Мені қараңыз, мынаны іліп алып, мені былай іліп алып, мені іліп алады да, содан кейін төмен түсіріп, содан кейін мынамен кесіп. Бұл не, мынау шалу, мені іліп алып, мені мынаны біреуін іліп аласыз, мынаны былай аласыз, соны бір тұтайсыз да, екіншісін іліп аласыз, мені. Содан кейін оны арасынан өткізесіз да, төмен түсіріп, кесе саласыз. Сонан бәрін тоқып біткеннен кейін мына жерде арқау жіп бар, мені. Арқау жіпті мынаны көтеріп, мына еді ашып алып, мынаны өткізеді да, содан кейін мынау сегіздікті орайды. Содан кейін бар, ана қайшымен мынаның бәрін тоқпақта бәрден отағызып алады да, содан кейін бар, мынаны қайшымен кесіп тастайды. Содан кейін келесі несін бастайды. Енді мынаны өрнегін өзіңіз білсеңіз, ойша тоқи бересіз, білмесеңіз андай карта жасап алады да, сол карта. Андағы жіп айнаққа, бер жағындағы жіп бер жаққа кетеді. Тағы да енді бір ай, бір жарым ай размеріне қарай ғой. Кыргызстаннан келген қонақ. Мен Кыргызстаннан келдім. Я приехала с Кыргызстана, я занимаюсь войлоком уже 15 лет. Вот я купила, мы вот, хотя тоже войлоком, очень красивое вот, валяние. Еще вот такие цельные платья, я еще тоненькие делаю. Вот такие тоненькие Шикарно. платья. Она не просто ремесленник, она художественно, вот еще, художник, вот, понимаете? Вот такие тоже делаем. И шапки, все, я еще перчатки делаю, если что, пришлю вам. Да. Да, картины вот такие тоже. Мне много было, лошади были красивые вот сейчас. Мына кісі Алматыдан келген рудың недерін жазып береді екен, тасқа басып мындай. Мені осындай басып берді маған. Мені ұлы жүз, мені шапырашты деп тұр. Мына шетелден келген Айдархан ағай, видеоға түсіріп отырмын. Қыдырып келесіздер ме? Аяғым ауырып қалды, ана кілем тоқып қимылдамай отқанға ма? Қалайсыз? Сіз қонақтармен келатқаныңыз видеоға түсіріп отырмын. Айтқанда біз өттік. Ой, құтты болсын. Керемет, міне қонақтар шетелден келген. Шетелден келген қонақтар міне. Это с Туркмении приехали девочки. Бүкіл дүниежүзілік қолөнершілер осы екі күнде Тараз қаласының тұрғындарына, Жамбыл облысының тұрғындарына үлкен мереке, үлкен жақсы көңіл-күй сыйлады десем артық емес шығар. Сол үшін сіздерге үлкен рахмет айтып келеді. Сіздермен бірге жасаған еңбек нәтижесін түсінеміз. Барлықтарыңызға үлкен рахмет, ризашылығымды білдіремін. Амандықта, жақсылықта кездесейік. Әрине, біздің әлде алда жоспарларымыз өте көп. Келесі жылы кездескенше сау-саламатта болыңыздар. Международное жюри заседало, оценивало работы очень большое количество. С позволения мистера Азиза будут вручаться победителям. В простом языке говоря, знак качества ЮНЕСКО. Что это дает сейчас, господин Азиз расскажет об этом, да? Но сегодня будут вручаться представителям стран Казахстана и Кыргызстана. Пожалуйста. Сегодня мы начнем нашу церемонию вручения сертификатов победителям международного сертификата знака качества. Это именно присуждается продукту, который прошел по 7 критериям
прошел все эти критерии. У нас сегодня очень много победителей, и хочется поздравить каждого за его хороший труд и за продолжение традиций. Наш первый призер из Казахстана Агеева Лариса. Наш следующий призер. Бүгін 29 қыркүйек 2024 жыл. Міне Тараз қолөнершілер қаласы 3-ші халықаралық көрмесінің бүгін 3-ші күніне келіп тұрмыз. Міне сағат қазір 11:25 минут қалды. Мына жақтың бәрінде Қазақстан бойынша әр облыстардан келген қолөнершілердің киіз үйлері. Мынау жарты киіз үйлердің Туғанай қолөнерші ханымның кәсіпкердің киіз үйлері ішіндегі көрмеге қойған. Соның шығарған бұйымдары. Ал мына қолөнершілер қалашығында Тараз, Жамбыл облысының қолөнершілері тұр. Мен де осы қалашықтың ішінде отырмын. Өз қолөнер бұйымдарымен, түгілемдеріммен. Енді қазір кіріп көрейік. О, Айжанбекқұлова ханым! Міне. Прошу прощения, я немножко опаздываю. Ладно. Аға мақыл. Міне Туғанай ханым киіз үй жасайтын өнеркәсіптегі кәсіпкер кісі, қолөнерші. Мына бүгін біздің Тараз қаласында әулие жерінде өтіп жатқан дүниежүзілік 3-ші қолөнер шеберлерінің дүниежүзілік қолөнер шеберлерінің көрмесі өтіп жатыр. Өте керемет өтіп жатыр. Біздіңге жан-жақтан қонақтар келіп, біздің жаңағы осы Тараз қаласының қолөнер шеберлерінің қатысына бізге қолдау жасап келіп жатыр. Бір-бірімізбен танысып жатырмыз, үйреніп жатырмыз. Біріміздің білмегеніміз біріміз көріп, көзбен үйреніп жатырмыз. Сондықтан міне өте керемет. Бүгін күн ауа райы жақсы болып тұр. Қолөнершілердің көңілдері көтеріңкі. Осындай біздің мына қолөнер қалашығымыздың көлемі керегесі бұдан да үлкен кеңейе берсін. Біздің қатарымызға көптеген жастар келсін. Келешектегі біздің мына қолөнер өнерімізді алға келешектегі ұрпақтарға жеткізетін ұрпақтар көбейсін. Біз солардың есімімен мақтанайық. Солардың істеген істерінің, қол жеткен табыстарының барлығына біз осы үлкен апа, аға, буындар тілектес болайық. Солармен бірге біз сол қолөнер шеберлерінің көрмесіне қатысуды Алла тағала 4-ші, 5-ші, 10-ші қолөнер шеберлесіне бізге Алла тағала ниет қабылымыз болсын деді. Қолөнершілер қалашығына кірейік. Бүгін 3-ші күн болғандықтан кішкене қолөнершілер сәл кешігін кіріп қойып жатыр бұйымдарын. Осылай бәрі қойып жатыр. Мен тікелей өзім орныма барайын. Қарлығаш Абдукадирова ханым, қалайсыз? Бізде сол заттарымызды қойып, Алла қаласы саудамыз жүрсін деп келдім. Ниет қылып, міне менің орным. Тастан жасалған салынған суреттер. Менікі мына осы түктікілемдер. Бисер кестелер, көркем кесте және құрақ қанулар. Құрақ қанулар. Мені красавица. Күнде бір киім киеді әдеме. Жақсы. Мына Туғанай әпке не құрып отыр? Туғанай әпке не қалашық соған деп атсыз неға? 1-2. Міне Қазақстан облыстарынан келген қолөнершілердің киіз үйлері. Мына Павлодар дейді. Міне де асығыс. Ана
басынан аралап кеткем. Енді бұл жолы Сыпай. Саламатсыздар. Саламатсыздар. Бұл қай облыс? Алматы облысы. Алматы қаласы ма? Алматы қаласы. Алматы қаласынан келген қолөнершілердің киіз үйі екенін міне аралап көрейік. Кірген бетте мынандай киімдер тұр. Жүннен басылған мынандай картиналар. Гадилен. Жүннен басылған. Бәрі кабелендер. Кабелен керемет жұмыстар. Какой? Один? Вот этот большой? Ну вот, 3500. Зергерлік бұйымдар. Siz bə domburanı şebersiz bə? Domburanı şeberi olsun. Бұл домбыра қалай аталады, кішілеу екен? Абайдың домбырасы. Абай домбыра ма? Қалақ тілі басқаша. Домбыралардың әр түрі әр түрлі екен. Абай домбыра. Скрипка. Мынау қанша мынандай комплекті? Қайсысы? Мынау? Ана 85 мың. 85 мың? Иә. Мынандай бүйтіп Бес білезік. Міне тұр. Ондай бар ма? 120 мыңға мынандай. Мынау өзі құр 120 мың ба? Иә, анау. Мынау не ма? Күміс па жоқ әлде? Күміс. Күміс, е? Тасы зеленый агат, анада сердолик тасы. Анау 150 мың, мынау 120 мың. Тақ көрсе бола ма? Тасы. Мені мына кісі Алматының зергер екен. Мынандай зергер жасайды. Бес білезік аты бұның. Бес білезік па аты? Мынау осыған қатты қызығам. Бұл бес білезік дейді екен бұны. Мына осындай 120 мың теңге тұрады екен. Мұсайбырс келді. 350 мың ба? Әдемі екен. Бетіндегі тасы қандай аталады? Хризопрас. 20 да болады екен. 19 екен ғой, ондай емен екен. 19. Мына 17 болса, мына 19. Мынаны Мынаны көрсін, мынаны қандай болады екен. Аха. Иә, от көріңіз. Мына сонда 20 болады да, мына 19 болып тұр ма? Мынаны киіп. Керемет сақиналар. Мына Алматы облысы. Жүннен басу жұмыстары. Мынау бәйтерек шежіре болып тұрған арасында. Осы көркем еңбектің бе? Аға көркем еңбек мұғаліммен танысып кеткем. Қамқа болу керек. Қамқа, иә, қамқа. Сол енді Үшаралдан дегеннен кейін ойбай Үшаралда әлі. Лена! Подожди, так, давайте это.